Баха фестивальдің замандастарының айтуы бойынша, бұл нағыз ер жүрек жігіт еді, өте қайсар жігіт болды. Иә, сол кездің регеттері болды, және де ешкімнен қорықпайтын еді. Қазақтарды басынған шешендерді және кавказдықтарды осы елден қуып шыққан да Баха фестивалі болатын. Оның Баха фестиваль аталуы да сол себепті, яғни ол ТМД елдерінің фестивалі болған. Одан барлығы қорқып тайсалатын болған. Ол бір жерге келді дегенше, сол жердің мафияларының үні өшетін болған. Армысыздар қазақ елі, бүгінгі біздің тақырыбымыз 90 жылдардағы жігіттердің төресі болған Баха фестиваль жайлы болмақ. Қылмыс әлемінде Баха фестиваль деген лақап атпен танымал Бақыткелді Баясов кім? Қай жердің тумасы? Баха фестиваль жайлы жұрт нені біледі, нені білмейді? Біз бүгін осындай сұрақтарға жауап іздеп көрмекпіз. Құрметті оқырмандар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Видео ұнаған болса, төменге лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және видео қаралымдарыңыз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Ол менің каналымның ары қарай дамуына септігін тигізеді. 1990 жылдардың басында Қазақстанда алматылық Баха фестивальдің Бақыткелді дәурені жүрді. Бұл жігіт көпшіліктің есінде аса қатыгездігімен қалды. Өзімен санаспағандардың тақиясын теріс айналдырып жіберетін батырлығы жайлы да аңыз көп. Ол алматылық бауырларын ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстады. Алайда бұл тірлігі ресейлік шіренушілерге ұнамады. Ешкімнің алдында тізерлемеген Баха фестиваль небір мықты сымақтарды орнына қойды. Ол 1993 жылы жанындағы 4 көмекшісімен бірге көз жұмды. Қазақстандағы рекеттерге жасалған ең бірінші қастандық та осы Бахаға бағытталды. Шындығын айту керек, біздің елде қылмыс әлемінің серкелері жайлы деректер өте аз. Бұл тақырып әлі де өз деңгейінде зерттеліп жазыла қойған жоқ. Сондықтан да қолда бар деректерді ғана місе тұтуға мәжбүрміз. Баха фестиваль 1963 жылы Алматы облысындағы қазіргі Райымбек ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. Кіндігі қазақтың ақиық ақыны Мұқағалидың жырларына арқау болған әйгілі Қарасаздың топырағында кесілген. Райымбек батырдың тікелей ұрпағы. Ол кезде Қарасаз Энгельс совхозы деп аталатын. Сол Энгельстен бала Бақыткелді ата-анасымен 3-4 жасында көшіп, қазіргі еңбекші қазақ ауданына келіп тұрақтайды. Бақыткелдінің әкесі Қаматай ақиық ақын Мұқағалидың досы болған. Отбасы аралас құралас болыпты. Тіпті Мұқағали сәби Бақыткелдіні көтеріп тұрып суретке де түскен екен. Бақыткелді дүниеден озған соң осы үйге келген қонақтар естелік үшін Баха фестивальдің суреттерін алып кететінді шығарады. Бақыттың Мұқағали ағасымен түскен суреті сол кезде қолды болса керек. 1966 жылы Қарасаздан Шелекке көшіп келген соң Бақыткелдінің балалық шағы қазіргі еңбекші қазақ ауданының Сөгеті ауылында өткен. Бақыткелді өте алғыр бала болып өседі. Бірінші сыныпты Сөгетіде оқып, одан кейін оқуын Шелек ауылында жалғастырады. Математика мен физика пәндеріне деген қызығушылығының арқасында Алматыдағы Жәутіков атындағы физика-математика мектебіне қабылданды. 8-ші сыныптан бастап 1,5 жылдай сол мектепте оқиды. Бақыткелдінің білімі өз алдына спорттық қабілеті де жоғары деңгейде болды. Ол спорттық сайыстарда көзге түсіп, артынша өз қалауымен спорттық мектепке ауысып кетеді. Бақыткелді 17 жасында мектепті тәмамдап, қазіргі Тұрар Рысқұлов атындағы жаңа экономикалық университетіне нархоз оқуға түсті. Бірінші курсында әскер қатарына шақырылып, борышын өтеу үшін Ауғанстанға аттанды. 1981 жылғы алғашқы лекпен Ауғанстандағы соғысқа қатысады. Бақыткелдінің батыр болып қалыптасуына соғыстың ықпалы зор болды. Қылмыс әлемінің серкесіне айналуына да сол Ауғанстанда көрген тағдыры әсер етсе керек. Өзгелер бейбіт өмір сүріп жатқан кезде ол Ауғанстанда қан кешіп жүрді. Мұның бәрі Бақыттың санасына әсер еткен. Ауғанстаннан келе салып Бақыткелді қайтадан оқуына қабылданды. Бірақ түрлі жағдайларға байланысты оқуын бітіре алмай баспаханада жұмыс істеп көреді. Сөйтіп жүргенде одақ ыдырап, жат жұрттықта елімізде тайраңдай бастайды. Сол тұста қазақтың жүректі жігіттері саясат сахнасына көтерілді. Бақыткелдінің ағасы Амангелді Баясов інісі жайлы сұхбат бергенде, мен сізге бір мысал айтайын. Қазақтың белгілі боксшысы Бекзат Саттарханов 20 жасында өмірден озды. Сөйте тұра ол өмірдегі келгендегі миссиясын толық атқарып, Сидней олимпиадасында қазақтың туын көкке желбіретті.
меніңше Бақыткелдінің де өмірге келгенде атқаруы тиіс өзіндік миссиясы болды. Ол сол миссияны адал атқарып, өз заманының батырына айналды. Көп азаматтарға көмек қолын созды. Күштілердің бәрі Бақыттан ығатынды. Оның жаны әділдікті қалайтын, тәртіпті жақсы көретін, айтқанын орындайтын, орындатқызатын. Мұның бәрі өнер. Бір ғана мысал. Бақыткелді өскемендегі шешендер мен қазақтар арасындағы түйткілді мәселелерді шешті. Осы оқиғадан кейін оның абыройы қатты өсті деді. Рас, сол тұста Бақыткелдінің абыройы қатты асқақтады. Грозныйдан қылмыс әлемінің жігіттері келіп Бақытқа: «Алматы байғала екен, осы қаладан бізге жұмыс істейтін бір аудан бер» деп өтініш айтады. Олар өте үлкен дайындықпен келіптіміз. Жоқ деп айтса атыс болып, көп адамның өміріне қауіп төнеді. Иә дейін десе, Қазақстандағы барлық мәселені өзіміз шешеміз деген қағидасына қарсы болады. Бақыткелді әлгі жігіттерге: «Жарайды, Алматыдан бір аудан алыңдар. Бірақ бізге Грозныйдан дәл сондай аудан бересіңдер» депті. Осы сөзден кейін астамсыған жат жұрттықтар не дерлерін білмей сасып қалады. Бақыткелдінің осы бір сөзі қанатты сөзге айналып кетті. Бақыткелдінің жолдастары оның адал адамның бәрімен дос болатынын айтады. Талай жігітке жәрдемдесіп, қолынан келген көмекті аяған жоқ дейді олар. Баха фестиваль қазақтың белгілі қайраткер ұлы Асанбай Асқаровтың басына іс түскенде де қол ұшын созған. Түрмеден шыққан соң Асанбай ағаға Волга мінгізді. Асанбай Асқаров Бақыттың осы жақсылығына риза болып, әке-шешесіне алғыс айтып арнайы келіп қонақ болған көрінеді. Кеңес одағы ыдыраған тұста елімізде бейберекетсіздік басталды. Халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтауы тиіс мемлекеттік құрылымдар өз құлқынының құлы болып кетті. Ешкім ешкімге сенбейтін, қазір жасалған келісімшарт қазір бұзылатын. Бірін-бірі алдаған, бірін-бірі тонаған заманда кімнің ақшасы көп болса, прокурор да сот та соның сөзін сөйлейтін болды. Осындай әділетсіздікке Бақыткелділер шыдаған жоқ. Ұлтына, нәсіліне қарамай әділетсіздікке қарсы тұрды. Оның атының әлі атаулуы, абыройының халық санасынан өшпеуі неліктен деп ойлайсыз? Бұл әділдігінің арқасы. Бақыттардың қызметіне шенеуніктерінде жүгінген кездері болды. Бір күні Бақытқа бір жақсы танысы келіп, туысының әлдекімнен алданып қалғанын айтыпты. Бақыт дереу екі жақты да шақырып сөйлеседі. Бақыттың танысы арқылы келген адам асқақтап, ал екінші тараптағы жігіт қобалжып отырады. Бақыт екеуін беттестіріп, әділдік танысы жақта емес екенін біледі де, істі қобалжып отырған жігіттің пайдасына шешіп береді. Сонда ол таңғалып: «Бұл өмірде дәл осындай әділ адам бар деп ойламаппын» депті. Бақыткелді 1993 жылы 7 қазанда Алматыдағы Жандосов көшесінің бойында орналасқан нөмірі 12 емханада көз жұмды. Қастандық Кеңсай жақтағы Асқар деген досының үйінде жасалған. Амал не, ауыр жараланған Бақыткелді 11 қазан күні, яғни 30 жасқа толған туған күнінде жер қойнына тапсырылды. Баха фестиваль қайтыс боларынан бір жыл бұрын достарына мешіт салу туралы ойын айтқан. Сол ойын іске асыру үшін Алмарасанға барар жолдан жерде алады. Бірақ бұл мешіт салынып бітпей жатып Бақыткелді қаза тапты. Кейіннен бауырлары бірігіп аталған мешіт бой түзеді. Қазір Бақыткелді Қаматайұлы Райымбектегі атындағы мешіт өз ойлағандай рухани орталыққа айналып жұмыс істеп тұр. Шәріпқан Қайсар, Абай Кызы. Баха фестиваль өз заманында өте ержүрек, қайсар жігіт болған және қазаққа біреу тиісті десе сол жерде табылатын болған. Сол кездері Женпедің жатақханасында жатқан қазақ қыздарын зорламақ болған бір топ шешендерді сол бір түн ішінде елден бездіріп жерген деседі. Бірақ әңгімелерге сүйенсек, 90 жылдардың басында біраз ұлт өкілдері қазақтардан қаймыққан екен. Небәрі 30 жасар қайсар қазақтың жігіті ТМД елдерін ұстаған.